Құрметті көрермендер, тікелей эфирге қатысушылар. Бүгін сіздермен салықтық қарызды өндіріп алу кезінде туындайтын мәселелер бойынша талқылаймыз. Сұрақтарға аудит департаментінің берешекпен жұмыс басқармасы басшысы Арын Қайсар Бақтылы сөз сөйлейді. Модератор мен Гүлжан Калменова, Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі. Добрый день, наши уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим о проблемных вопросах при обращении взыскания налоговой задолженности. Спикером у нас выступает руководитель управления по работе задолженности департамента аудита Арын Қайсар Бақытович. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Бүгін өте өзекті тақырып. Иә. Бүгін таңда мемлекет алдында қарызы бар компанияларды, жеке кәсіпкерлердің қарызын өндіріп алу бойынша сұрақтар өте ауқымды және көп шешімді қажет етеді бүгін таңда. Сонымен қатар бүгінге уақыт бөліп осындай шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін таңда мемлекет алдында салық төлеушілердің қарызы 450 миллиардтан асады бүгінгі таңда. Оның негізгі бөлігін бүгінгі таңда мына өндіріп алу қиындықтарын туындыратын бір себебі бұл көп компанияларға мына қылмыстық іс қозғалған бүгінгі таңда әртүрлі себептермен, яғни жалған шот фактура жазу бойынша және салықтан жалтару статьялар бойынша сол себепті өндіріп алу өте керек, өйткені олардың басшылары және қатысушыларына олар может оқшаулау органдарында болуы мүмкін және басқа да себептермен өндіріп алу өте кедергі жасайды. Өйткені өндіріп алу негізі ол салық төлеуші мүлкін тәркілеумен және дебиторларын отработка жасаған кезде ол бізге нақты данный болмағаннан кейін өндіріп алу қиындықтарын тудырып жатады. Енді бізде салықтың қарыздардың әр түрі бар. Олар жаңағы салық төлеушілердің заң тұлғалар мен жеке тұлғалардың салық қарыздары бар және таможнялық кедендік салықтардан бөліп ол арнайы бөлінеді. Сонымен қатар социальный платежи, әлеуметтік аударымдар бойынша ол да біздің құзыретке кіргеннен кейін ол бөлікте бізде жеке жүреді. Бүгін таңда көп салық төлеушілердің қателесетіні айтады бізге, салықты неге сіздер 1 теңгеден сразу есеп шоттарыңызға бұғаттау қоясыздар дейді. Бізде салық кодексінде көрсетілгендей, салықты есеп шотын бұғаттау бұл салықтан негізі салықтың берешек көлемінде ғана бұғатталады. Ал осы именно әлеуметтік аударымдар бойынша ол жерде біз жеке әр ақша әр біздің бүгін таңдағы жұмыс берушінің жұмысшысына деген аударым болмаған себебінен ол 1 теңгеден бастап жерде бұғатталады. Сондықтан көп түсініспеушіліктер негізі жеке кәсіпкерлер арасында осы түсініспеушілік болып қалуы мүмкін. Сондықтан негізгі сұрақтар осы қазіргі таңда. Банктен де және біздің елбасыға дейін осы сұрақ көтерілді. Елбасының қыркүйек айындағы өзінің выступлениесінде бәрін айтып шықты. Енді бүгінгі тақырыпты екі тілде жүргізуге мүмкіндік болады. Сондықтан құрметті қатысушылар және тікелей эфирдің көрермендері сұрақтарыңызды орысша, қазақша қойса болады деп ойлаймын. Негізгі сұрақтар осылар. Енді қандай жағдайда салық органдары борышкерлердің мүлкіне өндіріп алу шарасын қолданады? Салық төлеушілер, енді жаңа атап айттым ғой, бізде заң тұлғалар және жеке кәсіпкерлер өзінің салығын уақытында төлемеген жағдайда бізде салық кодексінде көрсетілгендей ең бірінші хабарлама қойылады және ол жерде бізде қазір степень риска деген не бар, әр степендері. Сондықтан егер жоғарғы дәрежелі степень риск болса, оған хабарлама ұсынылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде біз мүлкіне шектеу жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ал егер орта деңгейлі рискта болса, онда 15 жұмыс күні ішінде біз шешім мүлкін шектеу жөнінде жұмыстар жүргізуіміз керек. Бұл салық кодексінің 120 бабында көрсетіледі бізде. Мүлкін шектелу деген ол қалай? Ол салық төлеушінің өзінің мемлекеттік тіркеу органдарда тіркеу жүргізілген мүлкіне байланысты және өзінің шаруашылығында жүргізіліп қолданыста жүрген және бухгалтерлік балансының есебінде жүрген мүліктеріне біз шектеу жасаймыз. Бірінші мүмкіндік. Одан кейін ол арада біз сонымен қатар бірге өндіріп алу шараларын қолданамыз, яғни жаңағы есеп шоттарына инкассалық үкім қою және дебиторларына отработка жасаймыз. Үшінші тұлғалардың қарыз болса керек бұл компанияға. Ондай жағдайда
осының бәрі жұмыс біткеннен кейін біз 124-ші статья бойынша салық кодексінің ары қарата оны бағалау жұмысын жасап, мына электрондық аукционға шығарып, бізде қосымша мемлекеттің қатысуымен фонд проблемный кредитование деген организация бар, жауапкершілігі шектеулігі. Солар бізде бағалау жұмысын жасап, арнайы электрондық площадкада сату жұмысын жүргізеді. Ол түскен ақша, одан түскен ақша ары қарата қарыз есебіне есептеледі. Сондықтан бұл мүлкін шектеуге, сонымен қатар мүлкі сатылмау мүмкіндігі де бар. Ол егер салық төлеуші уақытында қарызын төлесе, бізде ары қарата сатылу жұмыстары жүргізілмейді. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Каков порядок взыскания налоговой задолженности с расчетных счетов компании или ИП? Порядок взыскания налоговой задолженности это у нас делится как способ обеспечения и меры принудительного взыскания. Да? То есть сначала у нас применяется способ обеспечения, то есть предоставляется налогоплательщику самостоятельно погасить налогообложенность, это путем начисления пени, путем приостановления расходных операций по банковским счетам и по кассе, и опись ограниченного распоряжения имуществом. Да? И в случае после принятия данных способов обеспечения, если налогоплательщик не производит погашение, если действительно действия налогового органа не приводит к взысканию, в таком случае мы переходим на принудительное обращение взыскания, это путем выставления кассового распоряжения на расчетные счета. То есть здесь опять же, да, она на ИП, на юрлицо не делится, да, однотипно, это путем выставления на все банковские счета, выставления кассового распоряжения. А можете, пожалуйста, остановиться на сроках? То есть, получается, если выставляется уведомление, там, либо извещение направляется, то какие вот сроки предъявления требований по взысканию налоговой задолженности? Ну, здесь, опять же, да, она остановлюсь на степени риска, делится, да, то есть приостановление расходных операций. Если высокий степень риска, это после одного рабочего дня, после вручения уведомления о погашении налоговой задолженности. Если это средняя степень, это после 10 рабочих дней, соответственно, это каждый делится. Да? Но данная степень риска, это тоже с введением, сейчас в настоящее время рассматривается новый налоговый кодекс, да, вы все знаете. Тогда мы вот эту степень риска хотим отойти от этого. Но на этом пункте хочу отдельно тоже остановиться, если будет время. Соответственно, мы от этого степени риска хотим отойти и единое принятие меры хотим привести. Давайте сейчас подробнее расскажите о том, что планируется в налоговом кодексе. Сразу можем, да, тоже. Так как вот, как я сразу как остановился, да, что у нас много нареканий, да, со стороны наших налогоплательщиков. Это приостановление расходных операций с 1 тенге, да? Почему? Почему она на выходные, когда подпадает, это приостановление, ограничение, то есть произведение обычных оплат, да, полностью. Это, конечно, это социальным платежам, это когда налогоплательщик или работодатель за своего работника не доплатил, там 1 тенге пени, условно скажем, да? Да, это приостанавливается с 1 тенге. А части налоговой задолженности мы приостанавливаем свыше 6 МРП, да? Но в связи с введением налогового кодекса мы предусмотрели, сейчас она рассматривается в Мажилисе, то есть мы подошли как дифференцированный подход, да? Мы разделили, потому что если, скажем, на текущее состояние, если порядка 180 тысяч, если должников, из них 60% это приходится до 20 МРП, да? Поэтому мы сейчас внесли предложение, то есть если задолженность у налогоплательщика числится, общая задолженность это пеня, штраф и основной налог, да, и совокупность, если до 20 МРП, тогда мы ограничимся направлением извещения. То есть в данном извещении будет написано, что вам, уважаемый налогоплательщик, у вас там имеется задолженность перед бюджетом в пределах 20 МРП. На данную сумму в случае непогашения срока будет начисляться пеня, да? Других мер и способа не будет производиться. А до 40, от 20 до 45 МРП, да? То есть мы ограничимся направлением уведомления о погашении налоговой задолженности, там с указанием сроков, независимо от СУР, путем приостановления расходных операций по банковским счетам, там истечением срока, да? Потом приостановление расходных операций по кассе и выставлением инкассового распоряжения на счета. А если эти меры не приводят к взысканию, тогда уже свыше 45 МРП
мы уже полной меры, да, предусмотрен в налоговом кодексе, это получается начисление пени, приостановление расходных операций по банковским счетам и по кассе, и выставление кассового распоряжения, и отработка дебиторской задолженности, то есть это задолженность третьих лиц, это опись имущества, реализация, выпуск объявленных акций. Вот эта вся работа будет, соответственно, будет проведена. Кроме того, хочу тоже остановиться, да, это институт новый, да, тоже можно сказать, это изменение срока налогообязательства, да. Это сейчас более-менее начали тоже применять данную статью, да, то есть предоставление отсрочки, рассрочки, это изменение срока уплаты налога. То есть в настоящее время налоговым кодексом предусмотрено только в случае обеспечения залогом, да, мы можем предоставить отсрочку, рассрочку, то есть за исключением определенной статьи КБК. Да. То есть для этого налогоплательщик в настоящее время должен представить банковскую гарантию. Согласно этого мы можем отсрочку, это до 6 месяцев, да, рассрочку до 3 лет. Да. Но в данном случае банк, то есть налогоплательщик может предоставить банковскую гарантию или свое имущество, да, которое оценен, она более 20%, превышающей стоимости от измененной суммы. Или имущество третьего лица может обеспечить. В таком случае по месту регистрации налогоплательщика налоговый орган государственных доходов принимает решение об изменении срока, да, потом предоставлять изменения, и по графику налогоплательщик может оплатить. Здесь также было нами исследовано вот задолженность. Также, да, я хочу отметить, что у нас как вот до 1500 МРП мы предложили тоже внести изменения в налоговый кодекс, то есть без залога предоставить изменения налогоплательщику, то есть отсрочку, рассрочку, если задолженность не превышает 1500 МРП. В случае введения нового налогового кодекса, эта статья, если заработаете, мы думаем, это тоже хорошая статья и будет работать, думаем, да. То есть налогоплательщик без подтверждения своих способностей в оплате, они может получить рассрочку или отсрочку. Ну, это хорошо, если поддержится и да, вступит в силу. Мы тоже надеемся, да, это тоже хорошая область. Спасибо за такой развернутый ответ. Давайте на следующий вопрос перейдем. Салық органдары сот шешімінсіз қарызды өндіріп алу мүмкіндігі бар ма? Бүгін таңда енді өндіріп алу шаралары негізгі заңды және жеке тұлғаларға ол салық кодексімен көрсетілген. Сондықтан осы категория салық төлеушілерге ол міндетті түрде салық кодексінде көрсетілген заң талаптарына қатысты орындалады. Сонымен қатар жаңағы сот шешімімен өндіретін ол бізде жеке тұлғалардың салығын өндіріп алу шаралары, бұл жаңағыдай салық органдарының өзінің хабарламасы бар шығатын, ары қарата біз сот орындаушыға жүгінеміз, солай өндіріледі бізде. Ал сот шешімімен бізде өндіріліп жатыр қазір, егер компаниялар банкрот болып танылған жағдайда, да, бұл біздің банкроттық басқарушылар арқылы біз сотқа жүгінеміз. Дебиторлық қарыздар және басқа қарыздар болса выявленный, біз сонда сот шешіміне жүгініп, сот арқылы өндіруге мүмкіндігіміз бар. Заң талаптарына сәйкес. Жақсы, рахмет. Следующий вопрос у меня неоднократно к нам поступает. Можно ли оспорить взыскание налоговой задолженности и каким образом? Да, налоговая задолженность это, конечно, всегда у нас спорный, да, там большая аудитория, можно сказать, да, судебных разбирательств. Но каждый, так как у нас предусмотрены, да, сроки, да, каждого, да, то есть направление уведомления, выставление кассовых, начисление пени. У нас каждый блок, можно сказать, главам предусмотрен 12, 13, 14, да, каждый блок она оспорен. Сейчас есть судебные тяжбы, даже вот начали уже последние года, вот уведомление самого, вот, подтверждение дебиторской задолженности, оно уже больше в связи с появлением вот суда по АППК. У нас много споров, то оспаривается, даже вплоть до Верховного суда мы судимся. Соответственно, каждый наши сроки, в случае упущения, это, конечно, минус в сторону органа государственных доходов, поэтому много споров. Все хорошо, спасибо большое. Нужно было ответить, потому что очень часто поступают такие вопросы. Да. Благодарю. Какие ограничения накладываются на должника при наличии налоговой задолженности? Ограничения? Ну, ограничения, можем сказать, это те же, которые я озвучил. Это получается ограничение. Начисление это самое больное, это начисление пени, да. Каждый срок, у нас предусмотрены сроки, как
по предоставлению налоговой отчетности также, да, есть сроки оплаты предусмотрены. Это первое, это начисление пени, потом это приостановление расходных операций по банковским счетам, если по налогам это получается в пределах налоговой задолженности ограничивается, а если по социальным платежам, это в настоящее время вся блок, да, ставится на расчетные счета налогоплательщика. Также предусмотрено это приостановление расходных операций по кассе, то есть все поступившие деньги с момента распоряжения, они даже подлежат зачислению в бюджет только, да? А в случае нарушения этого требования, это, соответственно, предусмотрена административная ответственность. В случае это отсутствие уголовно наказуемого деяния, да? Также вот и выставление инкассового распоряжения на налогоплательщика, а также ограничение распоряжения имущества налогоплательщика. Эти ограничения предусмотрены согласно налоговому кодексу. Все, спасибо большое. Так, следующий вопрос. Бүгінгі таңда салық кодексі жаңадан қабылданып жатқаны бәрге мәлім. Сол себепті өндіріп алу бойынша қандай өзгерістер болатын атап айтсаңыз? Иә, жаңа тоже обширно тоқталдым ғой, бұл салық кодексі бойынша енді тағы да егер толықтыра кетсек, бүгінгі күнде мәжілісте қаралып жатыр деп айттық. Салық кодексі енді еніп кеткен жағдайда бізде жаңа дифференцированный подход дедік. Дифференцированный подходқа біз бөлдік. Бүгінгі күнде салық төлеушілердің санының негізгі 60%-ке жуығы ол 20 айлық есептік көрсеткішке дейінгі қарызы бар салық төлеушілер. Ол қарыз дегеніміз яғни основной берешекпен өсімпұлдың және айыппұлдың қосындысы, ол 20 МРП бүгінгі таңда мысалы 78.640 теңгені құрайды. Соған дейінгі егер қарызы болған жағдайда келесі жылдан бастап біз ескертпе жібереміз. Яғни салық төлеушіге айтамыз, осы күннен бастап сіздің салық төленбей тұр, соған өсімпұл жүреді деп. Сонымен шектелеміз. Ал егер жаңа 20 айлық есептік көрсеткішпен 45 айлық есептік көрсеткіштің арасында қарыз болған жағдайда, онда біз салықты төлеу жөніндегі хабарлама жібереміз, және банктік және кассалық расходта шығыс операцияларын тоқтату туралы өкім шығарамыз. Онымен қоса инкассалық өкім дейміз. Сондай өкім қойып, салықты өндіріп алу шарасын қолданамыз. Ал егер 45 айлық есептік көрсеткіштен артық қарызы болған жағдайда, онда салық кодексімен көрсетілген қазіргі таңда барлық амалдар мен шараларды қолданамыз. Яғни жаңағы өсімпұл, банктық счеттарын бұғаттау, кассалық счеттарын бұғаттау, инкассалық өкім қою, және дебиторлық қарыздарын өндіру, және басқа да үшінші тұлғалар болса, сол қарыздарды өндіру, және мүлкін шектеу, және оны сату, сондай шараларын қолдану бізде көрсетілген. Сонымен қатар, жаңа қазақша тілге кетсем, салықтық төлеу кезеңдерін өзгеріс енгізуге болады. Яғни бүгін таңда салық қарыздарын төлеу кезінде тек мүлікпен және банкпен гарантия алып, сондай бір салықты төлеу мүмкіндігін толықтырған жағдайда, сол кезде ғана біз шешім қабылданады салық төлеушінің тіркелген органы бойынша. Енді жаңа салық кодексінде біз көрсеттік, яғни 1500 айлық есептік көрсеткішке жетпеген жағдайда қарызы, онда ешқандай мүліксіз ақ, обеспечение жасамай ақ өндіріп, то есть өзгерістер алуына мүмкіндік қарастырып жатырмыз. Егер салық кодексі күшіне енсе, осы қалпында, онда осы мүмкіндікпен салық төлеушілер өз мүмкіндігін пайдаланады деп ойлаймын. Рахмет. Так. Енді повторяющийся вопрос, попрошу еще раз ответить. Каковы последствия неисполнения требований налоговой о взыскании задолженности? Ну, последствия, да, это последствия, это получается начисление пени самому налогоплательщику, это предусмотренное налогоплательщик, например, он платит, например, какую-то сумму от полученного дохода, например, налоги, да, если в срок они не платят, тогда получают начисление пени, да, на каждый день, это предусмотрено налоговым кодексом, поставки рефинансирования Национального банка, начисляется пеня, да. Потом это получает требования, нарекания со стороны третьим лицам, это тоже, да, некоторые налогоплательщики у нас, например, да, когда своим же контрагентам, своим же по бизнесу, например, партнерам, это тоже, да, неблагоприятная ситуация, когда тоже, да, мы выставляем уведомления, подтверждение дебиторской задолженности, это тоже аудитория, судебная сфера, да, тоже показывание своих, бизнес, например, скажем, да, аудиторию, где
это является, ну, можем сказать, это коммерческой тайной. А эти моменты есть, ну, много что. Все, спасибо. Давайте перейдем теперь к вопросам прямого эфира. Так. Я напомню, что сейчас у нас тема прямого эфира – это проблемные вопросы при обращении и взыскании налоговой задолженности. Потому что очень много вопросов по налогу на транспорт приходят. Так. По каким КБК можно принять отсрочку, рассрочку? Ну, согласно 49 статье Налогового кодекса, да, предусмотрено исключающее предоставление отсрочку и рассрочку. Это получается подоходный у источника выплаты, да, это не допускается. По акцизам не допускается, по рентным налогам, по подписным бонусам, а также вот по налогам участия стран ЕАЭС, да, тоже не допускается предоставление. А по другим КБК, по всем, можно применить изменение срока по уплате налогов. Спасибо. Я сейчас задам вопрос, если сможете, ответьте, пожалуйста. ТО заморозкаға тұрып қалды, счет ашылмай тұр, не істеуге болады? Енді бұл сұраққа ол салық қарыз есебінен тұрып қалды ма, болмаса бізде салық заморозкаға тұрып қалу себептері көп қой, бізде камералдық бақылаумен де хабарламаларды орындамаған жағдайда, немесе салық есебін тапсырмаған жағдайда тұрып қалуы мүмкін. Егер салық қарызы бойынша тұрып қалған жағдайда, негізгі жаңа айтып өттім ғой, изменение срока оплаты, жаңа салық төлеу мерзімдерін өзгертуге болады, яғни отсрочка және рассрочка. Яғни 6 айға дейін немесе 3 жылға дейін. Ол үшін жаңағы банковский гарантия мен банктық кепілдігін алып келіп, салық төлеу мерзімін өзгертсе болады. Және мүлікмен, басқа үшінші тұлғаның мүлкімен де өзгертуге болады. Сонымен қатар, бұл кісіге тоқтала кетсек болады. Егер бұл мүмкіндіктер болмаған жағдайда, сотқа жүгінуге болады. Бізде банкроттық және оңалту деген заң бар. Ол жерде бізде реструктуризация задолженности деген понятие бар. Осы заң бабын қолданса болады. Сонымен қатар, егер компанияда келісім шарттары және келешекке деген бір жақсы келісім шарттары болса, және өзінің бизнес планы болса, бізде оңалту шарасы бар. Яғни сотқа барып өзінің мысалы 5 жыл көлемінге дейін өзгеріс салуға болады. Сотқа барса, сотқа өзінің талап арызымен ұсынып, өзінің төлеу қабілеттігін дәлелдесе, оңалту шарасын қолдана отырып, және бұл шараның ең жақсысы ол жерде өсімпұл жүрмейді, және именно осы сот актісі шыққаннан бастап барлық требованиялар, осы компанияға деген бүткіл требованияның бәрі уақытша күшін жояды, және осы заң айналасында шеңберінде ғана ол кісі жұмыс жасайды. Және өзін şu жерге жаңағы оңалтушы ретінде тағайындап, жұмыс жасауына бұл салық, то есть банкроттық және оңалту заңымен жақсы мүмкіндік бар деп ойлаймын. Болмаса, хабар телефоны болса, бізге отдельно хабарласса, тағы да толығырақ түсіндірме жүргізіп беруге болады. Көп рахмет. Так, келесі сұрағымыз. Каспий Пейге қарызын салса, басқа тұлға соған налог төлейміз бе? Түсінбедім сұрақты мен. Каспий Пейге қарызын салса, басқа тұлға соған налог төлейміз бе? Түсініксіз сұрақ. Түсініксіз сұрақ. Так. Болса қайталап қойса, егер естіп отырса. Біздің енді тағы да тікелей оқырмандарға және тікелей эфирге қатысушыларға айта кетсек, біздің негізгі бүгін тақырып бұл заңды және жеке тұлғаларға қатысты салықтық өндіріп алу шаралары мен амалдарын қолдану. Жеке тұлғалар бойынша бізде енді сұрақтар болса, оны негізінде бүкіл сұрақтарға жауап бердіңіз. Сізге көп рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет сізге. Спасибо, что выделили время, пришли и ответили. Я думаю, еще очень будет много вопросов. И если у вас будет время, мы вас еще раз пригласим, потому что вопросы поступают. Спасибо большое. До новых встреч. Рахмет.